6B07-501 стандарттау және сертификаттау білім беру бағдарламасына арналған шикізат және дайын өнімдердің қасиеттерін зерттеу әдістері пәні бойынша лекция. Бүгінгі қарастыратын лекция 7-ші лекция, яғни қамыр қопсытқыштары, наубайханалық ашытқылар. Кондитер өндірісінде қопсытқыш ретінде негізінен қамырға газ тәрізді заттар бөлетін әртүрлі тұздар қолданылады. Сонымен қатар аз мөлшерде қопсытқыштар ретінде наубайханалық ашытқылар қолданылады. Химиялық қопсытқыштардың ашытқыларға қарағанда ең маңызды артықшылығы оның қопсыту қызметінің жылдамдығы болып табылады. Соның арқасында ұннан жасалған кондитер өнімдерінің өндірісінде ашытқы қолдану минималды түрде азайған. Жоспар: химиялық қопсытқыштар, сілтілі қышқылды қопсытқыштар, қышқылды сілтілі қопсытқыштар және престелген ашытқы. Химиялық қопсытқыштар. Кондитерлік өнеркәсіпте химиялық қопсытқыштардың 3 тобы қолданылады: сілтілі, сілтілі қышқылды және сілтілі тұзды. Сілтілі қопсытқыштарға натрий гидрокарбонатын, аммоний карбонатын және олардың қоспаларын, ал сілтілі қышқылдарға натрий гидрокарбонат және кристалды тағамдық қышқыл қоспалары жатқызылады. Сілтілі қышқылды қопсытқыштардан іс жүзінде тек қана натрий гидрокарбонатының және калий битратының немесе натрий гидрокарбонатының және фосфор қышқылының әртүрлі қышқыл тұздарының қоспаларын қолданады. Қышқылды сілтілі қопсытқыштардан натрий гидрокарбонатының және аммоний хлоридінің қоспалары қолданылады. Ашытқыны көбінесе нан пісіру өнеркәсібінде қамырды қопсыту және ашыту, хош иісін және дәмін, нанның нәрлі құндылығын жақсарту үшін қолданылады. Ашытқыны мамандырылған ашытқы зауыттарында негізгі шикізат меласа болып табылады. Меласаны ашытқылардан спирт зауытында өндіріледі. Нан өндірісі ашытқыларының мамандырылған зауыттарындағы негізгі сатылары келесідей болып бөлінеді: құнарлы ортаны дайындау, екпелі ашытқылардың көп сатылы көбеюі, тауар ашытқыларды өсіру, престелген ашытқыларды жасау, буып-түю және салқындату немесе сұйық ортадан бөліп алу. Меласа күрделі және әртекті құрамдағы шикізат. Бұл көбінесе қызылша өндірісінен алынатын қосалқы өнім болып табылады. Ашытқы өндірісі кезінде бастапқы таза екпіннің бір пробиркасынан 100 тонна ашытқы алуға болады. Сондықтан оларды бірнеше сатыдан өткізіп өсіреді. Ең бірінші ашытқының екпесін өсіреді, кейіннен бұдан өндірістік жағдайда тауарлы ашытқыларды алуға болады. Көбеюдің үшінші сатысында колбаның ішіндегі құрамында 6 литр тағы да сондай субстратты бар шөлмекке себеді. Көбеюдің тағы сондай режимдерінде жүзеге асырыла береді. Қайтадан жазу болмайды. (6B07-501) стандарттау және сертификаттау білім беру бағдарламасына арналған (6B07-501) стандарттау және сертификаттау білім беру бағдарламасына
Артын ашып тастырбаш өзүңө. Сен шығып кетірден түш. Бесін деген керек емес пе? Ақша таратып жүрсің бе? Шақтың баласы? Бес кредитсам жоқ болып тұр ғой. Ішін ашып көрсін. Мен күнжар 5 кредит өтті. Мен алақыш. Өте ол. Только башқарын дайындас. Басына бұға болып, мен дайынан болсам, дайынан болсам. Ажыға дайын, не? Только новға болып тұған азбек салбайқа. Реклам бебе. Келейін ма? Алло, Дише, қалайсыз? Мынау не жазып жатыр? Нұрғазы бірдеңке жазып жатыр. Мынау өшірмес, нақа қазір жазамын. Дише, қалайсыз? Алма тұратын кепсіз ғой. Декабрь